Ассаламу алейкум, сыйлы Күнбатар яшаушылар, сыйлы Күнбатар ауыл, Ноғай район яшаушылары, қатынасқанлар кеткен озған байрамда бек үлкен разылығымыз білдірмей өсеміз. Бүгін біз достар телевидение студияның ішінде Ямда Султан Язлиев, мен Даниал Исакаев істі салам береміз, айтпаға сүйеміз. Бек егі байрам озды. Бек әру клуб, яң клубымыз ашылды, Әлби сыйлы ақын ағамыздың атынан. Бек әру атшабыз байрам кетті, сонда басқа байрамдар болды, оқ ату нест. Соға көрі айтпаға сүйемін. Біз достар ТВ команда болып, сонда кеділеріміз бар еділер. Бір әру сізге үлкен репортаж кино шығардық. Сол киноды бүгін сізге көрсетпеге ниетіміз, емірадымыз бар. Күнбатар ауылды мен білем бек, еркек ауылды етіп, танысларым, ю қардашларым бәрісті бар Күнбатарда. Бәріңізді құтлаймын туған күніңізбен 120 ел икон даты. Алла бұйыртса 1000 ел яшаңыз. Өссін, ярқырасын Күнбатар ауыл. Ей, тоғай, тоғай, тоғай су, тоғай қоным өкінмен, қолға малы, ала балта қолға алып, той басладым өкінмен, той басладым өкінмен. Ей, тобыршығы биік яй салып, дұшпан аттым өкінмен. Толы сартлы нар егіп, қош көшірдім өкінмен, қош көшірдім өкінмен. Ей, тұқиырғы бір тұтам, тұлпарымын өкінмен. Тұлған айдай торлантып, тұлға кидім өкінмен, тұлға кидім өкінмен. Ей, алшымылдық ішінде, зерларымдық үстінде, толым шағын төгілтіп, әрі сүйдім өкінмен, әрі сүйдім өкінмен. Байрамдар қайырлы болсын. Бүгін шул Күнбатар ауылында бүтін Астрахан ноғайлардан байрамны харматлайм, байрамдар қайырлы болсын иншалла. Ауылда тұрған халыққа саулық, сәламеттік, байлық, бәрекет болсын иншалла. Құтлаймын сізді бүгінгі 120-шы мерекеңізбен ауылдың яңы мекеңіз ашылғанда құтлаймын. Бек үлкен мәнелі сіздің халқыңызға бұл заман сондай іспайы яңы мекен ашылғанына. Онда көп балалар өзінің өзін білетін затларын көрсетейік, сонда маданият, саният бойынша да алдыға барайық, ауыңыз шындай іспайы мекенде. Уважаемые кумбатарцы, хочу поздравить вас юбилеем села 120 лет. Хочу искренне поздравить вас всех. Желаю вам удачи. Конечно, у вас есть сейчас Дом культуры. Сейчас вам не хватает дороги хорошей. Тоже можно сплоченно организовать. Желаю вам долгих лет жизни. Аминь, Аллах. Сегодня нам приятно приехать в селение Күнбатар, поздравить жителей с таким знаменательным днем, 120 лет. Вы знаете, Күнбатар – это особое село среди норвежских сел. Күнбатар зарастил много дочерей и сыновей, которые сегодня достойно представляют в разных сферах нашей жизни. И сегодня у нас радостные события были. Мы открыли Дом культуры, который построен по всем современным стандартам. Хотел бы пожелать селу дальнейшее процветание. Ей, тоғай, тоғай, тоғай су, тоғай қоным өкінмен, қолға
орамалы ала балта қолға алып той басладым мүкінмен, той басладым мүкінмен. Hoş geldiniz. Biz bugün sizge hazırladık noğay aslarımızdı. Taba börek, toltırma, yıpatak. Onunla biz saldık bizge besegimizdi. Kişki özümüzün zatlarımızdı. Noğay kıspalarımızdı. Qarayım sizdi bu şatırımızda, bu yurtamızda. Biz bek sүйінеміз. Сондай яқшылықлар біздің ауылымызда болғанына. Міне біз әлі мұнда термедің ішінде отырмыз. Мұнда біздің школада музейдің алатлары жиналып салынған. Бүгін біз Күнбатардың 120 жылығын еслеп, заңыратып, үлкен байрамшылық еттік. Бүгін менің янымда, менің оқытқан оқушыларым, теңлерім, іс елдашларым тұры. Мен Ноғай ел телевидениесіне yorayman. Үлкен үстінлік неттім саға. Достардың жүргендерін айтшымаға. Достардың жүргендері бағлы бақша. Сылдырайды кісесінде күміс ақша. Сонымен сізге кеделерім мен yorayman. Үлкен үстінлік. Қайырды жүрсеңізді, аман жүріңіз, деніңіз сау болсын. Үлкен yorau сізге. Я хочу выразить свою благодарность тем, кто принимал участие в строительстве данного Дома культуры и народу, всем жителям села Кумбатар желаю добра, счастья и больших успехов. Как обычно, по своей традиции, bizim кумбатарские очень гостеприимные, очень патриотлар. Солай стол накрыли, все барзата аккуратно, как всегда патриотически встречают всех гостей. Арчаушхарам, сал баряқтан да қонақтар шақырған, менті Сургуттан шақырған сау болсын, сондай егетлерге кумбатарский, которые именно за счет их патриотизма и развивается, так сказать, село Кумбатар. Бәріңізге де денсаулық болсын. Дайымды ауылымызда шундай берекет мол болсын. Дайымды яқшылыққа айналайық. Сау болыңыз қыздар, бәр затыңызға да.
Выражаем благодарность селу Кумбатар и всем организаторам, всем помощникам, всех, кто здесь участвовал в этой организации этого праздника. Кумбатар ауылына Алла Тағала берекет шашсын. Әрбір адамны, әрбір әйелні берекет, тіл бірлік, татымлық, иман yorayım şu ауылға. Біз мұны Ырғақыл ауылдан келгенбіз, сүйініп, көзленіп, сошы ат шабысуға, сошы бұл ауылдың туған күніне қайырлы болсын, 120 жылы Кумбатардың солай ару ат шабышы салғанына Алла шүкір бізді ауылдан атлар әкеліп, атларымызды бірінші ерлер аядыр. Солай да yorayымыз, соны заттар солай біздің елде ноғай халыққа. Аяулы Кумбатар ауылының яшаушылары, мен сізді құтлаймын, 120 жылдық юбилеймін ауылдың. Yorayмын ден саулық, нәсіп, игілік, яқшылық. Бәріңізде қош келдіңіз деп айтамыз. Мен Алла бұйыртқан болса, Кумбатарда дайымда яқшылықтар болып тұрған күнді күтеміз. Міне бүгін клубтың открытиясы болғаннан соң ауылдың жастарының көмекшілігімен ат шабыш озғарылып тұрады. Все хорошо, все нравится. Гостеприимство на высшем уровне. А теперь дальше будем смотреть. Лошадей привезли. Так что праздник хороший. Погода благоприятствует. Все здорово. Все, большое спасибо ногайскому народу. Кумбатаршалар, сізді поздравляем. Юбилейм 120 жыл болыпты ауылыңызға. Яңы мекеніңізбен дом культуры ашылыпты. Сол дом культурада балалар ойнап, үлкен концерттар, яқшылықтар болып тұрсын. Әрдайымда сондай тыпақ, сөз бірліклі, күшлі яшаушылары болып, бізді сүйіндіріңіз, иншалла. Сау ноғай халқында. Байраңыз құтты болсын. Сау болшы шақырғанға. Міне ноғайда бар, атсыз ноғай, қанатсыз ноғайдан. Соның үшін бәріне yorayмын ат алмаға деп. Мен өзім Нариман ауылының яшаушы, шу ат шабышқа деп келгем. Не болса да bizim ноғай шақты Кумбатар дайымда атақ шүкірген Кумбатар, шүкір Алла бүгінге де şu Кумбатар игі атын жойытпай келе тұрғанына сізге разылығын білдіремін. Игі яқтан Кумбатар қайтып біз ауылымызды бірлендірмеге ниет еткеніміз бәрімізінде. Әркім өзінің азбарын алып, игілік, яқшылық етіп келе тұрған заттар бүгінгі бәрі бізімге көрінеді. Bizim yaşlarımız da maşallah бүгінгі bizim бас жетекшіміз бен депутаттарымыз бәрі бүгінгі оңланып ауылға қарайық, игілік, яқшылық етейік. Сондай ниетпен жүрген жамағатқа бүгін Алла Тағала берекетті беріп тұр. Ал халқым, соңғы берекеттен Алла Тағала тіл бірліктен бізді айырмасын. Алла разы болсын Кумбатар ауылдың жасыларына. Сосындай ноғай халқы жиып, ат шабышылар етіп, көңілімізді ашып, жүрегіміз сүйініп, bu yarısqa kelib quvonib ketamiz. Аяулы Кумбатар yaşaушылар, қонақлар, иншалла Тағала сені. Алла Тағала бұл байрамыңызды иншалла қабыл етсін. Қабылыңа өсетіп, шұғатқа өсетіп, бәріңізге де нәсіп берсін. Ауылымыздың, ноғай халқымыздың, елімізде Алла Тағала иманымызды арттырсын иншалла рахман. Елімізге, халқымызға Алла Тағала емішлік берсін иншалла. Авралы сыйлы, иманлы жолында бәріңізді сақласын иншалла. Бәріңізге де яқшылық тілейміз Алла Тағала. Иманлық тілейміз иншалла. Ноғай халқыңа бес ислам тұтпаға нәсіп тілейміз иншалла рахман. Бек әрі болып атқаратырық байрамымызды. Келген қонақтарға бек сау бол айтамыз. Келгеніне, поддержка еткеніне, бұл яқшылыққа тағылғанына бәріне де. Құтлайым бәріңізді 120 жыл болғанына біздің ауылға мұнда үлкен сүйініш бола жатырғанына. Яшауыңыз абырайлы, нәсіплі, сыйлы болсын. Үстімдіктер бәріңізге де. Бәріңізге де денсаулық, тіл бірлік, үлкен нәсіп. Не болса да дайымда елімізге тіл бірлік болсын. Бүгін мұнда асауыш бола жатыр. Бүгін концерт бола жатыр клубта. Бек сатылық күн бүгін. Дайымда yorayım, чтобы şu ауылды жылдан жылға қосыла берсін. Пришли как гости с Махачкалы, прекрасно проходят скачки.
Также мы оказались очевидцами. Сегодня открылся Дом культуры в селении Кумбатар с численностью населения 1500. Это очень сильно меня удивило. Такое маленькое количество людей и такой прекрасный Дом культуры открыли. И уже не первый раз мы приезжаем на скачки. На самом деле очень постоянно меня это радует. Вот даже элементарно их боксы для старта нигде в Дагестане таких нет, как у них. Вообще, в общем, нагайцы, честно сказать, мне нравится, потому что они сплоченный, дружный народ, организовывают такие зрелищные мероприятия. Поздравляю Кумбатар с 120-летием. Хочу выразить благодарность организаторам за столь хороший, отличный праздник. Болды. Ondan da көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Yazılamız, hem karayımız.